Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы көктем сәні. Тема урока «В чем прелесть весны?» Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Первое задание. Посмотри на картинку, послушай, повтори. Бір күні арыстан аңдарға сұрақ қойды. Однажды лев задал вопрос животным. Көктем сәні не? В чем прелесть весны? Жылы жаңбыр, теплый дождь, таза су, чистая вода, жылы күн, теплый день, әдемі ағаштар, красивые деревья, әдемі гүлдер, красивые цветы. Көктем сәні не? Ертегісі бойынша. По страницам сказки «В чем прелесть весны?» Екінші тапсырма. Толықтырып айт. Второе задание. Дополни. Су қандай? Какая вода? Жаңбыр қандай? Какой дождь? Гүлдер қандай? Какие цветы? Ағаштар қандай? Какие деревья? Күн қандай? Какой день? Таза, чистый, әдемі, красивый, жылы, теплый. Үшінші тапсырма. Суретке қара, толықтырып айт. Третье задание. Посмотри на картинку, дополни. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер, өз ойыңды айт. Четвертое задание. Ответь на вопрос. Выскажи свою мысль. Балалар, көктем сәні не? Дети, в чем прелесть весны? Балалар, демалайық. Кәне балалар, тұрамыз. Үлкен шеңбер құрамыз. Орнымыздан тұрамыз. Құс болып қанат қағамыз. Қайта отырып, орнымызды табамыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.